Келген қадамдарыңыз құтты болсын. Мынау екі жастың отауы биік болсын, бақытты болсын, тек жоғарыдан көрінсін, екі жаққа да мейірімді болсын. Сол үшін алып қоямыз. Амин дейміз құдалар, келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Бұдан былай сіздің аршылып, екі жаққа жол салып жатыр, сол жолымыз дорбалап, жорғалап қатынай берсін. Екі жас бақытты болсын. Ең жаман күніміз осындай болсын, кең дастарханымызда кеңесе берейік, тек қуаныш. Аға сөйлесін. Ал, мынау құдалыққа жылдық болсын, екі жас бақытты болсын, апалар, ағалар, күйеу боламыз енді, не дейміз? Екі жас үшін ішіп қояйық, сол үшін алып Құдайым болмасын, еш жамандық болмасын, әулиелер қолдасын, бақ берсін, қыдырдарсын, бақытты болсын жастарым, ашық болсын аспаны, өрге орай үнемі домаласын дастары. Дастарханға байлық, деге саулық берсін, жастарға бақ, дәулет берсін, екеуі бақытты өмір сүрсін. Алın birik, muzga
Қосқұла мен қосқұлаға ғана тілегенсе қалғанымыз қосыламыз ба?
қалай айтсаңыз да болады енді. қосыламыз. Yo'q. Shunday, bag'dan beri aytib keladi. Endi qanday? Büyük bağır şigizgen aynalayın ol kızından Kudalıkta şigizgen Kül oturgan basında Asındağı şaskıda Büyük bağır asatayın Ağzındı aşkılayın Altından da Künnüsünden salmakta Kürük bağır asatayım Süstip alma varmakta Toyun toyla olasın Salgınen kırgasın Sen birsin tegindim Ben birsin güreştim Uzattıray Mutlu olsun toyların Sәtті olsun boyların Barşanızda bakıttı Barşanızda şatıttı Biz diledik ay Kızdaray, bozgolay Kemtiray, şaldaray Devlet bulday tamaşa Afiyet bulma bul Gülenek sana bilmeyecek Oyna. Al, жырысты болсын. Құдалықтың мөрі басылды, той қаласа берсін, қуанышты болсын, иә. Шуағыз деген дәстүрін қандай мықты еткен десек, біздің қазақтың дәстүрі деген мықты ғой ағайынды. Толған тәрбие, толған өсет. Құдай қаласа, мынау екі жақтың да жалпы әрбір қазақ текті ғой. Сондықтан жаман болмайды деп ойлаймыз ағайынды. Өзі үйге еркек кірсе жарық келеді дегенде, әйел кірсе жылу келеді деген. Бала кірсе бақыт келеді деген. Сондықтан жастар бірін жылуын, бірін жарығын сөндіріп алмай, бақытты балалар көп болсын ағайын. Той білсек той қаласа берсін. Бірде екі ағайын болыпты. Біреуі хан екен ағасы, інісі уәзір екен. Екеуі ұрысып қалған кезде інісі құлынан хат жазып жіберіпті ханға ағасына. Келіп барса, хатты оқыса, хатта бейт жазып қойып, аға менің дереуге кешірім сұраңызды. Тем более хан еще ағасы ашуланып, мынау оңбаған үлкен тұрған кезде мен барайын ба енді, кішкентай ол өзі келмей ма деп құлын ұрып жіберіпті дейді. Енді келсең басыңды алам деді құлға. Сөйтіп барып, құлы таяқ жеп барып не алса, уәзір қайтып қолына қаламмен парағын алып жазып жатса, құлға да жан керек қой. Басқа құлың жібер деп құрсын деп, өліп кететін жай жоқ десең. Сол кезде жаңа бауыры мынаны берсең, осыдан аман болсын, құлдықтан босатам деп. Сонымен бауыры жас беріп берген, хан барса уже жаңағы қылышын алып жүгіріп жатса, хан емге тоқта деп, құлдан да бір ауыз деген. Наны оқыңыз, одан кейін өлтіре беріңіз деп. Хан оқып, жылапты дейді. Сөйтсе хатта былай деп жазып қойды. Пайғамбарымыз хадисінде кім деген ұрсысатын болса, және кім бірінші кешірім сұрайтын болса, сол сауап алады және де бірінші жәннатқа кіреді. Аға, сіз үлкенсіз ғой, сіз бірінші кіріңіз жәннатқа, мен сізді өйткені қатты жақсы көрдім деп жазып қойған. Содан кейін ол екеуінің ортасында ешқандай шайтанның да пенденің де кесірі болмаған екен. Құдай қаласа осы құдалықтың арасында да дәл осындай татулықты тілейміз. Алла бәрін берсін ағайын. Той қаласа берсін, қуанышты болсын. Енді рұқсат болса, пайғамбарымыз хадисінде кімнің дұғасы сөзсіз қабыл болады дегенде, ата-ананың балаға деген жақсы дұғасы дейді ғой. Сондықтан осы құдағайды ортаға шақырып, Жамалхан құданы шақырып, сосын біздер жақтан Ақыл аға мен Гүлжайна апамыз шақырып, бір тілек айтып төс қақсырса қалай болады? Ендеше тұрасыңыздар, мен үйдің үйлерін шақырайыншы. Осы Ақыл аға, өздеріңізден бір ауыз тілек болады ма? Қос құда мен қос құдағайды бір ауыз арнайы тілек берген жөн көріп жатырмыз. Құрметті ағайын, қазақта айтады, әкеден асқан орман жоқ, әкеден асқан қорған жоқ, әкеден асқан панада данада жоқ деген. Әке асқартау дейтін болсақ, ананың алдында да асқартауды аласа деп жатады. Аязын аймалайтын бұлт күні толғанатын анадан асқан жан бар ма? Балаларын балапаным деп маңдайынан сипап нәр берген,
9 ай тоғызын көтерген, еңбегімен етелген, аналары өлмес болсаңшы деген халықпыз ғой. Ана деген бір қолын бес тербетсе, бір қолын әлем тербетеді дейтін болсақ, пайғамбарымыз хадисінде бар екен, әкенің берген тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды. Анаңның 6 ғасыр жинаған алтыннан әкеңнің бір күнде тапқан 5 теңгесі берекелі деп жатады біздің қазақта. Сондықтан ата-ананың ақысы бірдей деп ойлаймыз ағайын. Сондықтан алдарыңызда қос құда мен қос құдағайға арнайы бір шабалар қойсаңыздар болады. Ал, Жамалханаға ақпей өзіңізде. Мынау бүгін ұлы күн біздің бір баламыз 2 бала болып жатыр. Жалғанымыз бақытты болсын. Мына өздеріңіздей үлкен кісілермен келіп, осындай үлкен кісілермен қарсы алып, ағайындармен, үлкен әулетпен қарсы алып жатқан рахмет. Мынау балаларымыз бақытты болсын. Дендері сау болсын, өмірлі шүбірлі болсын. Осы балаларымыз барлығымыздың әулетімізді қуанышымен қуандырып, аман есен жүре берсін. Кішкентайлар көп болсын. Әрқашан екі жақтың шаңырағы осы 2 баланың қызығымен толып, сол қызықшылыққа тоймай аман есен жүріп берейік. Құдалығымыз 1000 жыл болсын. Құдай. Тұрсаңыз, келін алайын дәрсің. Ал, құдағилар. Негізі мен Нұрғолды өзімнің балам деп айта алмаймын. Атам мен енем тәрбиесінде болған. Атасы мен әжесінің баласы. Бізден қалада тұрдық қой, сол кезде атам мен енем өздерін тәрбиелеңдер деп 5 жасында қалаға жіберетін. Бірақ бізде 3-ақ күн тұрады да, ол бізбен бірге 3 күннен кейін алып қалатын тұғын. Сонда Ербол қайным бар, қалада тұратын, соған беріп жібереміз сабақты, ол студент қой. Содан беріп жібереміз сабақтан қалдырып, әйміне апарып тастап ауылға құрсын деп. Содан Қарғабай арық деген бар ғой бізде. Соған жеткен кезде қызыл автобус болатын еді ол кезде ауылға қатынайтын. Содан келе жатамыз дейді, Қарғабай арыққа келген кезде өзінен өзі жазылып кетеді деп Ербол күзетіп тұғын. Апамыздың, шешеміздің бір кесе үстінде жазылады да, шапқылап жүре береді. Сол енді мен армандайтыным сол атам мен енем әйтеуір осы қызықшылықта бола алмады деп армандаймын да. Сол енді таңертеңнен бері жақсы тілектер айтылып жатыр ғой, бәрі періштенің құлағына шалынсын, құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Әйтеуір осы 2 жастың тек қызықшылығының куәгері болып жүре берейік, рахатын көрейік. Сол тек шаңырағымызда шаттап, бақыт, қуаныш болсын. Тек қуанышты дастархан басында кездесе берейік. Бәрекелді, рахмет. Тілектер айтылып жатыр. Біз енді сөзге шорқақпыз. Мен андай әдемі сөздер айта алмаймын. Маған тілекті айтсам, ол жаңағы бәрі жақсы болсын, құтты болсын. Мынау кілең өзіміз ғой енді. Бағана айттым ғой, сондай ғой деп. Бәрі жаман болайық, жақсы болсын. Арғындар бәріміз, нағашыларымыз, арғындар бірінде бірі тілек айтып, біріне құтты болсын айтып ұрып жатыр бәрі. Бекең бастап отыр, бекеңе нағыл деймен, өзім жездеймен нағыл деймен. Ақылар деп қалай ағып айтамын. Ағам... Айтар істеге жоқ кізей, бұтты қозыр. Бәрі әдем, бәрі жақсы ағайындар, ырзамыз. Кемшілік не болып атса, оны ренжімейсіздер. Қолымыздан келгенше күтіп жатырмыз. Қолымыздан келгенін әйтеуір білмеймін ғой енді. Кемшілігі болып атса ренжімейсіздер. Сын айтадан емес. Бәрі жақсы болсын, жастар аман болсын, денсау болсын. Осы жақында ғана бір не естібім? Мақал емес, не дейді? Мақалдың қасында. Өсиет па, білмеймін, жаңа енді кенде нәресте жарық дүниеге шығайын деп жатқанда шықпайды екен жаңа, қорқып. Қайқа келе жатырмын бұл деп. Шығамын ба, шықпайын ба деп жаңа, жарық дүниеге енді. Сөйтсе Алла тағала айтты, олай қасыңа 2 қол берем, қорықпа шыға бер деп. Сол 2 қолым мынауымыз, жаңа екеуміз қолымыз.
ата-ана десе. Екі ата-ана алсақ, екі құл екен ғой қасында. Біздің де құлымыз болды мысалға. Бізді де аяқтандырды, тұрғызды, үйлендірді, жеткізді осындай. Біздің де құлымыз болды. Біз енді біреуге құл болып жатырмыз. Сол ғой енді, өмір ғой енді, осындай болады екен ғой. Оны елуден асып кетіппіз. Екінші қызым келін түсірдік, немере бар, нешеу ұмытып қалдым. Сондай тірлік ағайындар. Енді ренжімейсіздер, аз да болса көпте көріңіздер, осындай жағдай енді күткендей болдық өзімізше. Нормально болған шығар? Жақсы болса бір шабалатып қойды. Ақшамызда нормально адамды болады. Сол енді, ол қатты әдем-әдем әңгімелерді айтамаймын. Енді құдай қалса айтылып отыр ғой, төрде отырған бәрі өзім ағаларым, апаларым, 2 жасының арқасында төрге шығып жүрсек, бұрында шығып жүрген төрлеріңіз құтты болсын. 2 жас қой, біз қайтадан құда алдында қылып жатқан. 2 жас бақытты болсын. Бірге қол ұстасып жаңа өмірге аяқ қадам басып жатыр. Соған біз 2 жақта тілеулес болайық бірге. Екеуі жақсы болса, біз де жақсы боламыз. Олар жақсы болып кетуіне біз де жәрдем беруіміз керек. Сол үшін Құда мың-жылдық деді, құдалығымыз мың-жылдық болсын. Бүгінгі айтып отқан тілектер періште құлағына шалып, барлығы жақсылыққа, осы дастарханның басында, осы ағайындармен тек қуаныш дастарханына жиналайық. Барлықтар үйлеріңізде осындай той болсын. Ал дейміз, жастар бақытты болсын. Осыны айтқанда сондай. Аяғын көр, басын шешесін көр, қызын ал деген Гүлжайна апамыздың жарқын жүзін көріп отырып, қызы сіздердің әулеттеріңізге кереметтей келін болады, кәміл сенеміз. Шешесін көріп, қызын ал деген мақалды осы Гүлекеңге қарап айтсақ бола ма ағай? Сенің бар ма деген? Бірақ енді мына жездемізді көріп, Қайын бар ма деген жоқ. ақыл жездемізді көріп, бұл мақалдың аяғы шығып отыр ағайды. Әкесін көріп, қызын сұрайшы ал деген мақалды. Осы жерден соғып жүрді. Енді әзіл болсын дедім, жақсы шағынайды. Ал енді тілектеріңіз қабыл, мұраттарыңыз асыл болсын. 2 жастан тараған ұрпақтар, Құдай қаласа, қазақ жырлайтын ақын болсын, әкім болсын, алталашқа мәмін болсын, той емсек тойға ұласа берсін, қуаныш құтты болсын. Ал енді құдағи ұрпағың жалғадыңыз, қуанышқа толып жатыр жан-жағыңыз. Алла сізге ұзақ ғұмыр берсін, Құдай қаласа 100 жаста тойладыңыз. Сол кезде Нұрболдың баласының баласы тілек айтсын. Әже орындалсын деп арманыңыз. Құдай-ау осы кемпірге не арман керек деп көре алмай отырай қалғанымыз. Ақыл деген осында қасқырам бар, Ағажан ұрпағымен сізде ғасырлаңдар. Алла да сізге ұзақ ғұмыр беріп 80-де Гүлжайнамен бірге асарлаңдар. Одан кейін 90-ға келіп немеренің көмексіз телевизордың пультінде басалмаңдар. Одан кейін 100-ге келіңдер, жаңарыңдар, жасармаңдар. Одан кейін не істесең өзің білгін, ақылдың тірлігіне не шаруам бар деген. Ал той құтты болсын. Сіздерден келген бала бақытты деп ойлаймын. Енді құда мен құда, аға, мына жерге келіңіз. Сіз сырттан келдіңіз ба негізі? Қаладан басқа, бәсе. Мына жерге тұрайықшы, шамал. Енді ағасы ақылаған мына жерге. Енді құда мен құда түс қағысайық, жүрек түйістіріп, енді қарап қағыспай 3 рет қағысып, шама келсе көтеріп қойыңыз. Шама қайда? Ойын сіз тірліктің қаламыз ғой. Көтерсе мені көтерсін. Негізін аяқ айтып тұр негізінде. Маған қарап айтып Ал ағайын, сіздер бір көре алмай отырған адамдар сияқтанбай шабалап алыңыздар. Қосына кездесі, шабалап қойып, айқайлап қойып, үшінен. Көтер алдыла! Болды, да жерге. Ал, енді қос құлағай келсін. Енді сіз лапылдаңыз шамал, қыза басын. Әпше, сіз де лапылдаңыз. Қызым нормально өмір сүріп. Ал, қос құлағай бұлар базарда мата-сата алып жүргенде келсе, біз қақсамыз, бет шелсеміз, Ал, шамал арбай, көрекіз. Екеуміз сөйлесіп көрмадық. Гүлжайларда, мен ондай есіп қоямын, Гүлжайларда 5 тойға не апарайын деген. Алайда
Ағайынға айтылған сырым болсын, жүрекке иман менен таным болсын. Жастарың әрдайым тату бол, қырсыр емес, ағайын пысық болсын. Біздің қыз сәуле шашқан күнің болса, нұр бол, арғындардың нұры болсын. Осылардың жақсылығын көретұғын баршаңыз ауза құмыр болсын. Тойымыз тек тойға аласа берсін, қуаныш құтты болсын. Жастар аман болғай. Бірінші классын балдарынан сұрап алды дейді, кім боласың деп. Сөйтсе бір бала тұрып айтып, мен әкім болам деп. Екінші тұрып алды, мен әкіммен министр болам деп. Үшіншіден сұраса, үшінші айтып, министр мен әкімнің айлығына қызбаймын, мен президент болам деген екен. Төртінші қыз кездесіп қалып, бірінші классын қызы ғой. Қыздан сұрап, сен кім боласың деп, қыз айтады дейді, білмеймін, жаңағы үшеумірен келіншегі болам деген екен. Дүниеге текті де, епті ұлдар, қыздар келе берсін ағайында. Бізден қуанышымыз қуанышқа ұласа берсін, той құтты болсын. Енді рұқсат болса, дәм мен тұзға алдымен қызға бата береміз. Әркім әрқалай бата беріп, бірақ дәм тұрған кезде бата берген дұрыс ау деп ойлаймын. Сонда қыз бен баланы шақырсақ қалай қарайсыз? Дұрыс. Иә? Шақырайық, батасын берейік, бірден. Ата-анасы бар, балдарын бақ береді, әкесі малын береді, бақ береді, шешесі баласын бақ береді, болды ғой ағай. Просто тыныш жүру керек болады. Сол шынымен ғой ағай. Кімді? Ал екі жақтан бірден бар. Vakt verdiğine sakta, ablayı ver, aman sakta. Rasarkan'da bayılıp yerge savurup versin. Екі жас бақытты, құтты болсын. Өнне göre sevme болсын. Allah соның жақсылығын, қызығын екі жақтар көруге бұйырсын. Біздер жақтан беретін Иә, беріп Бөгер сіз берсеңіз. Шәкенің несі? Allah bergen berekesini, dastakanın berekesini versin. Altına iki balamız baktı, ömür жақсы ұзақ болсын. Ойлаған арман тілегін Allah қабыл етсін. Мен де берейінші бір бата сонымен. Ауыздар мен арғындардың тойы тоқтамасын, көре алмағандар ұмытамасын. Енді келіндер албасын, табақ алып, сәлем салып алсын ағайындар. Олар ғана жұмысы болсын. Келіндер шақырын. Осы ақша табуыңа табамау, бірақ өмір еш нәрсеге жармайды. Сөйтсе молда айтты, сен тағдырыңа ақшаның берекесі бір-ақ келіп деді. Біраз жыл өткеннің жаңа жігіт байып еді, қайтып бақты, молда кел, сіз баяғыда мен тағдырыма жазылып қойған бір-ақ келіп деп ма береке ақшамның? Үйлендім. Келе кел, ала бер. Ала бер. Kel,